логарифмдік теңсіздіктер деп аталады. Логарифмдік теңсіздіктерге қойылатын бірнеше талаптары бар екен, оның өзінің арнайы формуласы бар, солармен қазір танысамыз. Бірінші мен логарифмдік теңсіздік. Теңсіздік деген мынаны белгілер, үлкен, кіші, үлкен немесе тең, кіші немесе тең деген теңсіздіктер. Алдыңғы сабақта теңдеуін өттік қой, осының теңдеуі. Енді теңсіздіктер. Теңсіздіктерде арнайы шарттар бар, екі шарт бар екен, сол шартпен жұмыс жасаймыз. Мысалға дейді, былай жазып көрейік, формуласын жазып көрсетейін. f от x үлкен логарифм g от x. Енді қараңыз, бізде x пен g от x бұл функция, бұл кез келген мән тұра алады. Санда кез келген функция тұра береді. Енді қараймыз, бұл жерде теңсіздікте ең басты назар аударатынымыз ол негізі екен. Бізде негізі ол аға тең, мына жерде. Яғни егер аның мәні бірден үлкен болса, егер аның мәні мына жерде мысалға бірден үлкен сандар 2, 3, 4, 5 болмаса, онда ешқандай белгі ешқайда ауыспайды дейді. Былай жазады екен оған. f от x үлкен g от x-тан деп жазасың дейді. Одан кейін f от x үлкен 0-ден g от x үлкен 0-ден деп жүйеге алады екен. Бұл негізі аның мәні бірден үлкен болған жағдайда. Енді қазір мен сендерге бұны немен түсіндіремін мысалмен. Қазір бізде мынандай бір мысал беріп тұр. Бірінші есептеп көрейік, мына жерге жазайын. Логарифм 3 плюс 8x үлкен 0-ден дейді. Қараймыз. Бұл есепте бізге теңсіздік беріліп тұр. Теңсіздікте де солай шығарады екен. Қазір. Енді қарайық. Мына бізде басты шарт теңдеуде екі шетінде бірдей логарифм болу керек. Сол кезде ғана біз мына логарифм астында тұрған сандармен жұмыс жасаймыз дедік. Біз 0-ның орнына логарифм түрінде өрнектеп жазамыз. Бізде сол жағымыз дайын тұр, сол себепті бұны көшіріп жазып қоямыз. Ал мына яғни 5-тің 0 дәрежесі. 5-тің 0 дәрежесі ол бізде 1-ге тең. Кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Енді мына логарифмдер бізде қысқарып кетеді, тек логарифм астында тұрған сандармен жұмыс жасаймыз деді. Онда жазады екенбіз. Енді қараймыз. Мына түрге формулаға келтіріп алдық. Енді біз мына жерден бастаймыз. Енді қараймыз. Негізіне қараймыз. Негізіміз бізде 5-ге тең. 5 ол 1-ден үлкен. Олай болса, мына шарт жүре береді. Бұл деген сөз қараңыз деп берсек, мына жерде тұрған сан, ол оң сан, 0-ден үлкен. Бізде ол жерде теріс сан тұрған жоқ. Өйткені кез келген санның дәрежесін біз оң сан қылып жазамыз. 1 бөлінген қылып жазамыз. Яғни минус сан тұрмайды. Сол себепті мынау f от x, g от x дегеніміз сол жаққа қарап қала береді дейді. Ешқандай бағыт өзгермейді. Қазір келесіде өтеміз. Егер мына жер бөлшекпен беріліп тұрса, онда мына бағыт басында оңға қарап тұрса, келесіде ол солға қарап қалады. Кіші болса, онда үлкенге ауысып кетеді. Мына таңба ауысады. Біздің жағдайымызда 1-ден үлкен болғаннан кейін таңба ауыспайды. Ешқандай қалай бар солай жазамыз. Бізде f от x-тің орнында мына мән тұр. Ал g от x-тің орнында 5-тің 0 дәрежесі тұр, яғни функция. Енді соны жазамыз. f от x дегеннің орнына біз мына 3 плюс 8x үлкен, сол қалпында таңба қалады. g от x 5-тің 0 дәрежесі ол 1-ге тең. Енді мына жерден біз x-тарды сол жаққа, бос айнымалыларды оң жаққа жинаймыз. Енді бірінші мына жерден тағы да айта кететінім, мына 2 берілген. Амал бұл әр кезде де осылай қалады. Мына жерде таңба қайда қараса да, мына 2 функцияда сендер 0-ден үлкен деп жазасыңдар. Себебі біз айтатынбыз мынандай. Мысалға, орнында бізде 3 плюс тұр ғой. 3 плюс 8x үлкен 0-ден, мынау сосын 1 үлкен 0-ден. Қараңдар, енді мына 1 үлкен 0-ден дегенді жазсаң да болады, жазбасаң да болады. Біз логикалық түрден ойласақ, 1-дің 0-ден үлкен екені белгілі. Түсінікті ғой? Егер теңдеудің екінші жағында тек қана осындай сан тұратын болса, мына g от x-ті жазудың қажеті жоқ. Ал егер теңдеуден кейін дәл осылай функция тұратын болса, онда оның үлкен себеп ол жер x тау.
минус 4-тен 1. Мына бізде бірінші жауабымыз. Енді екінші мына жерден табамыз. 8x үлкен минус 3-тен. Бұл жерде x үлкен минус 8-ден 3-тен. Енді қараңдар, мынау бізде екінші жауабымыз. Өстіп екі жауап таптық. Мына жерде жасырын тұрған x-іміз ол біреуі минус 1 бөлінген. Түрде жауабын тексеру үшін сол табылған мәнді x-тің орнына апарып қоямыз дедік қой. Ал бізде теңсіздік кезінде оны жаңа сан өсіне салады екенбіз. Яғни бұны сызамыз. Егер екеу шықса, екі жауап. Бір сан өсінде салуға болады. Егер 3 жауап, 4 жауап шықса, онда 3, 4 қып сан өсіне салуымыз керек. Түсінікті ме? Енді қараймыз. Біріншісі ол бізде мына жерде ол минус 3 бөлінген 8, мына жеріміз ол минус 1 бөлінген 4-ке тең. Енді қарасаңдар, x айтып тұр. Үлкен дейтін адам 1 бөлінген 4-тен. Және x үлкен мына мәннен де үлкен деп тұр. Екеуісі мына жерде қиылысты, осы жерді біз есептің жауабы болып алады екенбіз. Яғни есептің сондай жауабы, жауабы бұл минус 1 бөлінген 4-тен плюс x-ге тең деп алады екенбіз. Түсінікті ма есеп? Қазір тағы да бір екі мысал көрсетемін, сол кезде тағы түсінікті болады. Керек